Яғни мына шілде айындағы есептесу жаңағы шотына қосылған бір жол арқылы тағы да электр энергиясына төлем төлету жөніндегі жол қосылғандығы жөнінде сол беретін жауабымыз бұл мынандай жағдайдан туындап отыр. Шілде айында мына қала бойынша электр энергиясын тұтыну 2 есе өсіп кетті. Егер бұрын бір айда 75 мегавайт электр энергиясын тұтынса қала халқы, шілде айында күннің ыстықтығына байланысты олар 120 мегавайт электр энергиясын пайдаланды. Енді мынандай жағдай, тұрғындар көбіне айлық алған уақытында, жаңа зейнетақысын алған уақытта айдың 1 менен 10-ның арасында өзінің жаңағы есептеу маекке қажетті жаңағы төлемін төлеуге тырысады. Яғни халықтың біраз бөлігі айдың 10-на дейін өзінің жаңағы жеке есептеу құралының көрсеткішін 10-на дейін әкеліп тапсырады деген сөз. Енді бір топ айдың 10-і мен 20-сының арасында әкеліп тапсырады. Міне бұл екі топ 60%-ын тұтынушылардың 60%-ын құрап отыр. Енді олар мысалға сол өзінің берген показаниясын әкеліп берген күніне дейінгілі сол показания бойынша электр энергиясының ақшасын төлеп отыр. Бірақ енді 10-і менен 25-іне дейінгі аралықта ол әлі де электр энергиясын пайдалануын жалғастырып отыр. Енді бізге мына шілде айында осындай тұтынудың өсіп кетуіне байланысты сол шілде айында өндірілген өніміміздің және халық тұтынған өнімнің құнын қайтару керек. Себебі ол қаражат бізге келесі айда кәсіпорынның тұрақты жұмыс жасауы үшін газге төлеуге қажет. Ал біздің мекемеміз мемлекет тарапынан, бюджет тарапынан ешқандай қаржыландырмайды. Өзінің өндірген өнімінің, сатқан өнімінің бағасын сонымен күн көріп отырған мекеме. Яғни біз тамыз айында халыққа дұрыс электр энергиясын беру үшін біз газды уақытылы төлеп, уақытылы алуымыз керек. Мен соған байланысты қажеттіліктен туындап отырған мәселе бұл. Енді ешбір тұрғынның бұған алаңдауға негіз жоқ. Себебі бұл келесі тамыз айында өзінің жеке есептеу құралының көрсеткішіне әкелген уақытта компьютерлік программа өзі автоматты түрде корректировка жасайды. Егер тұрғынға маектің тарапынан артық электр энергиясы жазылып кеткен болса, ол келесі айда азайтылу жағына қарай. Ал егер біздің берген жаңағы тәулікті орташа немен есеппен берген неміз жетпей қалса, оның пайдаланғанына, ол ана үстінде пайдаланғанына қаражатын төлейді. Енді бұл жаңағыдай қажеттіліктен бүгінгі туындап отырған мәселе. Бұның барлығының туындауының негізгі себебі көптеген тұрғындарға біз қанша рет баспасөз бетінде айтып жатырмыз, басқаша да жолдармен жеткізіп жатырмыз. Мына пәтерлеріндегі есептеу құралын мына қолжетімді жерге проект, әрбір көп пәтерлі үйдің проектісі бойынша жаңағы дәліздегі площадкеге алаңға шығаруды сұрап отырмыз. Себебі біз жаңағы әрбір үйдің жалпы үйлік есептеу құралының көрсеткішін айдың 23 мен 25-інде аламыз. Сол кезде егер жаңағы есептеу құралдарының барлығы контролерлердің қол жететін жерде площадьта тұрса, сол кезде бірге алатын болсақ, онда ол жаңағы общий жалпы үйлік қажеттілікке жұмсалатын шығынның азаюына әкеліп соқтырар еді. Ал ол болмаған жағдайда мінекей біз осындай жағдайларға барып отырмыз. Бірақ енді бұның барлығы мүмкін уақытша болуы, себебі ертеңгі күн біз оған қалай да келеміз, жаңағы әрбір пәтердің есептеу құралының жаңағы қолжетімді жерде тұруына. Сол кезде бұл мәселенің барлығы өздігінен шешіліп, өздігінен күн тәртібіне түсіп қалады деген ойдамыз.